Ayta bersin, жаңа сөздің дәмі кетіп қалады дейді ғой. Көп айта бермеймін енді. Арасында айтқан өзінде оған шок болады өзі. Қандай сөз айтасыз? Не айтамын мен? Атын айтамын болды. Аты кім әйеліңіздің? Аты Гүлсім болды, соның өзі. Деймін, обычно сөйтіп обращаться қатын деймін. Қатын дейсің. Иә, действительно сондай. Здесь обращение. Қатын деймін. Гүлсім дейсің ба? Не болып қалды? Ушу, в общем. Бір арғы сыртқа шыққанның өзі оған ләззат болады, сол особо не жоқ ода, спросы жоқ. Торт сыйлайсыз ба? Енді осы празднигінде өзінің жаңағы несінде сыйладым. 8 мартта туған күнде. Сіз үшін ең үлкен сыйлық не әйелге? Отбасылық амандығымыз шығар, қалғанның бәрі. Әйеліңізді жақсы көресіз бе? Иә. Сүйесіз бе? Енді былай ретке сүйсеміз. 4 баланың әкесі, 5 баланың әкесі, жалпы мына екеуін де көріп отырсыздар. Таңертең кешке дейін еңбек етіп жатыр. Әйелдерін сүйеді, сыйлайды. Енді қазір ер азаматтарға көп сын айтылып жатыр ғой. Бірақ бәрібір де қазақтың ер азаматтарына жетпейді. Шынымен еркек ретінде болсын, әке ретінде болсын, жар ретінде болсын, жүректері таза біздің қазақтың ер азаматтарының. Бірақ соны сөзбен жеткізе алмайтыны кішкене Біз басын бастасақ ары қарай қабылдамасын деп ойлаймыз да енді.